Армысың қазақ елі. Ертең 31 мамыр. Біз үшін, бүкіл түркі үшін негізі қаралы күн. Саяси қуғын сүргін құрбандарын және ашаршылық құрбандарын еске алу күні. Екеуі де екі бөлек үлкен трагедия негізі. Менің осы жерде бір өкінерім. Ойласаңыздаршы, ашаршылықта 4 миллион біз қандасымыздан айырылдық емес па? Бұл әлем бойынша көз көрмеген, құлақ естімеген трагедия. Елестетіп көріңіз, қай ұлтта бар осындай трагедия. Екіншісі, елдің қаймағы Алашорда зиялыларының, оның ішінде большевиктердің ішінде де қазақ елін сатпаған, сол Тұран елін сатпаған зиялыларымыздың атылу процесі, сол репрессия құрбандарын еске аламыз. Бір жағынан, осы екі үлкен трагедияны бір күнде еске алғанның өзі меніңше өте қате. Өйткені 4 миллион адамды елестетіп көріңіздерші, ол енді бір санмен айтылғанда оп-оңай айтылып кетеді да. 4 миллион адам деген оңай емес қой. Құдай сақтасын, олардың бір мейіттерін бұлай тізіп, елестетіңіз, қандай бір үлкен бір көлем қаптайды. Олардың әрбірі жан еді ғой. Әрбірі біздің қандастарымыз еді, бейкүнә адамдар еді, саясатқа араласпаған, жай өз күнін көріп жүрген біздің қандастарымыз, ағаларымыз, аталарымыз еді. Біз өкінішке орай осыны лайықты түрде еске де ала алмай жатырмыз. Неше жылдан бері кейбір конференциялар, жиналыстар өткізіледі, бірақ бұл Біріккен ұлттар ұйымында ешкім айтпайтын жағдай болып қалады. Негізі біле берсеңіз, ұлттар осындай трагедиялардан күш алады бір жағынан. Мысал үшін, Жапония, Хирошима қаласына атылған атом бомбасынан күш алады. Жапон халқын, енді ол Хирошима деген сөзді мен дұрыс айта алмасам, кешіріңіздер. Жапон халқы Хирошиманы еске алып бір тұтас ұлт болып қалады. Трагедиялар кейде ұлтты біріктіретін жағдайлар болып есептелінеді. Не қарасаңыздар, бұл Жаубек бауырымыздың көршісі Армения өзінің ойынан шығарған өтірік геноцидті әлемге айта беріп, өтірік болса да, армян халқы сол өтірік трагедиямен бірге отыр. Біз болсақ 4 миллион адамымыздан айырылып, бір жағынан алаш зиялыларынан айырылып, көз көрмеген, құлақ естімеген осындай трагедияны бірінші әлемге айта алмай жатырмыз. Ең маңыздысы, өз ұлтымызға айта алмай жатырмыз. Ертең қаралы күн, мен тілеймін, енді бұл соңғысы болсын. Келесі 31 мамырларда екеуін негізі бөліп, ол енді ашаршылық бір бөлік трагедия, репрессия құрбандары бір бөлік трагедия ретінде дұрыс еске алатын күндерді мен Құдай тағаламнан сұрап жатырмын. Өйткені біз үшін, ұлт үшін өмірінен кешкен аталарымыздың жаны біз үшін өте қымбат деді. Бейкүнә, ашаршылықта қиналып, осы ұлы далада өмірден өткен 4 миллион қандасымыз біз үшін өте үлкен трагедия еді. Біз бірлік болсақ қана, біз түркі әлемінің трагедиясына айналса ғана, біз оны болашақ буындарға жеткізе аламыз деп ойлаймын. Жандары жәннатта болсын. Әрбіреулеріңіз ертең осы 4 миллион қандасымыз үшін және алаш зиялыларымыз үшін бір-бірден Құран бағыштап кетіңіздер. Мен сізден өтінерім сол. Не дәл осындай трагедиялардың бір талайын бастан өткізген Азербайжан Республикасының азаматы, жас экономист. Енді бұны неге айтамын? Өйткені бізді қазақтың қайғы мұңын ең жақсы түсінетін
түркі халықтарының бірі осы Азербайжандық бауырларымыз. Жавит Мәхәрәмов бізде қонақ. Қайтадан қош келдіңіз, Жавит мырза. Hoş gördük. Men Мен de өте sizdi қуаныштымын. және Менің шақыруымды қабылдап келгеніңіз үшін мен өте қуаныштымын. Мен сіздің сөзіңізді бөлдім, байқамай кешіріңіз. Алдымен ortası yok. біздің құрметті көрермендерімізге өзіңізді қысқаша бір таныстырып өтсеңіз. Сізді tanығымыз, білгіміз келеді. Жавит Мәхәрәмов деген азамат кім? Rahmet Oğuz ağa, men de sizdi және бүкіл әлемден, onun ішінде әсіресе Қазақстанның және Azerbaycanın türkü balaların şın yürekten səlimdeymin. Осы Instagram arqılı meni öz bağdarlamanıza şakırganınız üçün sizge öz algısımdı bildiremin. Özümde tanıştırayın. Men Azerbaycanlık, sizin Azerbaycanlık jas Türk bağrınız Zavit Məhrəmov. Azerbaycanın el ordası Bakı qalasında turamın. 24 jastamın. Ötken haftalarda, burunlu haftalarda siz ben Instagram arkalı bağdarlamada söylesken Denizcan dede және Aleyna Malkut bağırlarımızdan menin ayrımaşılığım, men tarihçi және Türkolog emesbin. Menin mamandığım esep және audit, men esepçi bolup жұмыс істеймін. Öz mamandığımda atap ketildeki menin maksadım кейбір türkü balalarının ultluk, til, otan meselelerini жалғыз ғана tarihçiler, siyasatçılar және filologlar tüsunu kerek degen gati fikrin bildiruum keledi. Өте дұрыс айттыңыз, өте дұрыс. Өте дұрыс айттыңыз. Енді бұл ұлттық мәселелерге тек қана тарихшылар мен түркологтар емес, тек қана ғалымдар емес, әрбір түркі баласы қарапайым біз сияқты, біз бәрімізден солай деп санаймыз негізі. Әрбір қарапайым азамат қызығушылық таныту керек. Енді дұрыс айтасыз, өте дұрыс айттыңыз. Жавит мырза, мен үшін қызық, енді көрерменіміз үшін де қызық шығар. Сіз Әзербайжанда тұрып, бір рет болса да Қазақстанда болмай, қазақ тілін үйреніп, қазақша сөйлеуге тырысып, әлде үйреніп келе жатырсыз. Бұл сіздегі қазақ тіліне деген қызығушылық қалай, қашан, неліктен пайда болды? Сол туралы бізге қандай әңгіме айта аласыз? Aldı men bir meseleni aytqım geledi. Men bala şağımdan beri Türk tarixi men kızıqtandım. Türk tarixdə bolğan küçlü medeniyetli Türk əqlətləri mağan kızıqtı keledi. Soğan karamastan bu günde Türk dünyasının bölük bolğanı benim namusumga öte namusumga tiyedi. Men Kazak tilimin şunun açsam 2010-2011 yıllarda Türkiye'de және Azerbaycan'da Noğay ənderi, Noğay jırları öte tanımal bolğa başladı. Sol vaxtda men bu Noğaylar kim? Noğaylar kimler? Qay ultqa öte jakın. Noğaylar qay jerde turadı dep oylandım. Dombra'nın ünün estim. Dombra'nın ünü meni Kazakistan'a apardı. Kazak tilin Onda енді ата-бабалар енді бекер айтпаған екен ғой, енді қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп бекер айтпаған екен. Бұлай қарасаң тек қана бір музыкалық аспап ретінде көресің да, көрдіңіз бе, сол домбыраның бағындырмайтын бересі жоқ екен. Дұрыс, өте қызық. Айта беріңіз. Dombra'nın ünü menin ultluk sezimimde öte köterdi. Dombra'nın ünü meni Kazakistan'a apardı. Ol tezden başlayan
Əsir isə 2015 yılından başladan mən Qazaq dilimin qızıqtanığa başladım. Hı hı. Qazaq dilin qalay öyrəndim desəm, birinci ret sizdən Ulu Dalağa Aşıq Xat degan bir makalanız var. Mən o makalanı Doğru. okudum. Yəni Qazaxıstan mən üçün Azərbaycanday bir tuğuskan, bir öz məmləketim deb oylandım. Kerim. Sizin xatınızda Qazaxlardan qalay qonaq jaylı, qalay ulşıl, qalay adamzatqa yaxın bir ult bolğun gördüm. Yəni Qazaq dilin hər gün öyrəngəndən keyin özümdə bir kuş tapdım. Hı hı. Өте бақыттымын, өзімді өте бақытты сезініп отырмын. Енді оқымаған қазақ қандастарымыз болса, міндетті түрде Google-ға жазып, менің Ұлы Далаға Ашық хат деген бір мақалым бар. Сол енді Жавид Мырзаға да әсер еткен екен ғой, мен де бірінші рет естіп отырмын. Көп адамдар кейде сұраса, сен пиар жасайсың ба, сен қазаққа не қатысың бар, сен қазақты шынымен де жақсы көресің ба, неге жақсы көресің дегенде, мен бір сөзді айтпай сол мақаланы жіберемін де көбінесе. Өйткені оқып көрсеңіздер, сол Ұлы Далаға Ашық хат деген мақаламды жүректен шыққан сезім екенін түсінесіздер деп ойлаймын. Ол бір саяси мақала емес, бір зерттеу жұмысы емес. Мен жүрек сезімім деп айтуға болады. Мен өте қуаныштымын. Осы хатым шынымен де менің көз жасыммен жазылған мақалаларымның бірі деп айтуыма болады. Шын мәнінде қазір соны еске түсіргенде де бір толқып отырмын. Сіздей азербайжандық бауырыма әсер еткеніне сол мақаланы мен өте қуаныштымын, бауырым. Жавид Мырза, сіз өзіңіз білесіз ғой, мен 2 рет Азербайжан елінде болдым. Құдайға шүкір, Азербайжанның көптеген жерлерін өз көзіммен көрдім, суын іштім, дәмін таттым, Құдайға шүкір. О жерде менің ең қызықтыратын, бұл енді қала атаулары жағынан ше, бір Оғыз қаласы деген бар. Енді Оғыз қаласы болғаннан кейін өте мен үшін қызықты. Енді әрине бұл менің атыма арнап қойылған қала атауы емес, бұл біздің бүкіл түркінің түпкі атасы Оғыз қағанның атына қойылған әдемі қала. Сосын Азербайжанның солтүстік батысында Қазақ деген бір қала бар. Біздің қазақ көрермендеріміз үшін де өте қызықты болады деп ойлаймын. Бұл Қазақ деген Азербайжан қаласы туралы сіз не айта аласыз? Бізге түсіндіріп беріңізші, осы қаланың атауы неге Қазақ деп аталған? Бұл біздің енді қазақ бауырларымызға қатысы бар ма, немесе жай қойылған бір қала атауы ма? Енді сіз ең жақсы сіз білесіз ғой, енді соны бізге бір түсіндіріп берсеңіз, бұл Азербайжандағы Қазақ қаласының шыққан мағынасы қандай? Aldымен bir tarixi okuyuğa turalı айтқым келеді. 11-ci, 12-ci ғасырlarda İranda және Azərbaycanda bu günkü Türkiye topraklarında Selçuk əyaləti деген bir ülken Oğuz memleketi var idi, devleti var idi. O 12-ci ғасырda 1118-ci yıllar 1118-1120-ci yıllar arasında Gruzin padişası 4-cü David degen bir padişah payda buldu. O padişah Selçuk əyaletini Gruziya topraklarından çıkarıldı oyladı. Bırak bu üçün onun armiyası yox idi. Onun kuşu yox idi. O Dəşti Qıpşaqdan, Soltüstük Qafqazın soltüstüğündən Dəşti Qıpşaq degen yerdən Atrak xan bastağan 45 min gajuk Qıpşaq əskerin otbası min birgə Qəzirgi Azərbaycan min Gruziya şekarasına getirdi. Onlarga Azərbaycanda, yəni Gruziya topraklarında bay
toprakları vədə verdi. Dördüncü David bu Kıpçaklarının, Dəşli Kıpçak Qazaqlarının köməyi ilə Didgori soğusunda 1121-ci ildə Səlcuq əvlətini, Səlcuq armiyasını yendi, yəni Gruziya torpaqlarından qovdu. Bizdən Azərbaycanlı tarixçilərin aytılığına görə bu günkü Gruziya toprağında qalan Azərbaycan toprağı bolğan Borçalı, yəni bu günkü Azərbaycanın Qazax rayonu arasındağı yerdə turatın adamlar o zamanda kelgin Dəşli Kıpçak Qazaqlarının nümerələri. Öte kızık akbarat. Yani negizі Budan başqa Oğuz ağa. Azerbaycan, keşiriniz Azerbaycan men negizі Қазақстан енді тектес бауырлас елдер ғой, бірақ та оларда екі елді тұтастыратын, бұлар байланыстыратын енді жайттардың бірі екен ғой бұлар. Жалғастыра беріңіз. Budan başqa Azərbaycanda Qazax degen rayondan başqa Bərdə, Tərtər, Goranboy degen rayonlarda Qazaxlar degen avullar var. Qazaxlar. Men o yerdən adamların köbün gördüm. Qazax rayonunun adamlarının köbün gördüm. Onlardan tipologiyası, antropologiyalıq jağından bu günkü Qazaxlara ötə oxşas. Солай ма? Өте қызық, өте қызық. Ой, көп рахмет сізге. Мен де оқыған бұл туралы, бірақ сіз өте егжей-тегжейлі және өте түсінікті түсіндіріп бердіңіз. Рахмет сізге. Енді Жавид мырза, сіздің енді өзіңізбен таныстық қой енді. Сіздің халқыңыз туралы да бір ауыз сөз айта аласыз ба? Бұл Азербайжандағы халық кім? Азербайжандықтар кімдер деп айтуға болады. Білмейтін азаматтарға бір өз еліңізді бір таныстырып кетсеңіз. Aldымен Azerbaycanlıqlar kim деп sұраққа жауап беруге тырыссам, biz Azerbaycanlıqlar 1000 жылға жақын кезде özümüzді Türkman, yəni əsir ise Türk деп атадıq. Biz Azerbaycanlıqlar Oğuz Türklerin içinde əsir ise Oğuzların urpağımız. Oğuz devletlerinden Azerbaycan'da payda bolğan Səlcuq əvletindən keyin Azerbaycan'da payda bolğan Qıpçaq əvleti Atabeklər əvletini, Atabi əvletini, odan keyinki Şınğızxan nümerəsi Hülakü xan Hülakü xanın Azərbaycan toprağında quralğan Elxan əvleti, odan keyin Qaraqoy, Aqkoy, yəni Səfəvi əvletləri bizdən Azərbaycanlıqların etnogeneziyasında öte faydalı, öte qımbatlı jumus istedi. Biz Azərbaycanlıqlardan bir ult olup tarih sahnasına şığı tarihimiz 15-ci asırın ayağında ayaqtaldı. 15-ci asırda bu bükül Azərbaycan toprağında Жалғыз ғана Kəzərgə Azərbaycanda emas, soltüstük Azərbaycanda emas, bükül Azərbaycanda, yəni bu günkü Türkiyə toprağı bolğan Şığız Anadolu'da Kerkük degen İrak topraklarında Azərbaycan ultu payda buldu. Bu ult ol tarixdə özünə Azərbaycanlıq deməkdir. Bu Ya onu eskертіп өту керек. Бұл негізі Сталиннің, бұл қанішер Сталиннің айраларының бірі ғой. Азербайжан халқы Сталинге дейін өзін түрік деп қана атап келген. Тіпті 91 жылы тәуелсіз болған кезде Азербайжан Конституциясының ең бірінші баптарының бірі Азербайжан Республикасының тілі түрік тілі деген бабы болған. Енді оны жақсы білу керек те, бұл Сталин деген қанішер, енді бұл
куугун сүргүн, бул репрессиянын да кылмыскери, бул ашарчылыктын да кылмыскери бар эмеспи? Бул эми канышер иттин баласы, енді кешириңиздер. Тозакта күйгүр, кешириңиздер енді. Бір еске түскенде адам шыдай алмайды екен сол иттин баласын. Сол хайван биздин ултумузду, түркү ултун бөлүү үчүн неше түрлі айралар жасағанын енді біз тарихтан жақсы оқуымыз керек та. Енді патриотпын дейтін азаматтардың бәрі осы Сталиннің тарихын жақсы оқу керек та. Біздің ұлтымызға қандай бір жамандық жасағанын жақсы білу керек. Адам жауын танымаса, өз ата-бабаларында ертең не 31 мамыр дұрыстап еске ала алмайды деп ойлаймын. Кешіріңіз, енді жалғастыра беріңіз. Biz tarix min жылдан beri Türkman deb ataldıq. Әсіресе devlet жағынан жалғыз ғана Türk deb ataldıq. Şah İsmail ölenlerinde Türk özünge, öz ultunuğa Türk deb atadı. Sizin aytqanınızda 1936 yıllardan beri Stalin tarafından bizim tilimiz resmi türde Türk'ten Azerbaycanlığa, Türk tilinden Azerbaycanlığa ultluk adımız Türk'ten Azerbaycanlık adına aynalıştırıldı. Өте түсінікті, рахмет сізге. Сосын Жавид мырза, енді біз білеміз ғой, бүгінгі тәуелсіз Азербайжанның халқы 9 миллион, е? Дұрыс айттым ба, 9 миллион ба? 10 миллион. 10 миллионға жетті ме, Құдайға шүкір. Біз қазіргі тәуелсіз Азербайжанды солтүстік Азербайжан деп атаймыз. Ал солтүстік Азербайжан болғанда, оның оңтүстігі болу керек та. Ол Азербайжан бүгінгі Иран мемлекетінің шекарасында қалған, территориясында қалған Азербайжан, және менің білуімше, о жерде біздің 40 миллионға жуық Азербайжандық қандастарымыз өмір сүріп жатыр. Бұл Азербайжан қалай екіге бөлінді, және бұл туралы жан-жақты қандай ақпарат бере аласыз? En aldымен bir meseleni aytqım keledi. Orus imperiyasının ıstıq tenizlerge düşkən yolda 18-ci asırdan beri yeki jausu var idi. Onun yolunun kesetin yeki güçlü jausu var idi. Bunlardan biri Azerbaycan Səfəvi dövləti, ikincisi Qazaxxandı. Tarihe qaraganda biz göremiz. Oruslar jolmen ol yeki devleti tarih sahnasından çıxarığa tırısdı. Azerbaycanı jalop aluğa tırısan Resey imperiyası Azerbaycanda var bolğan Qacar əvləti men yeki ret soğustu. Bu soğustun birincisi 1804-1813 yılları, ikincisi 1826-1828 yılları arasında oldu. Birinci soğusta Gürcistan degen bir antlaşma bağlandı. Bu antlaşmada Azerbaycan yeki Araz özeni Azerbaycan'ı yeki yere böldü. Bu antlaşmanın bu qalay deyə boladı. Antlaşma müqavilə. Kelim, halkaralı kelim şart boyunca. Bu halkaralı kelimsin Riza bulmaytın Azerbaycan əvləti, Qacar əvləti 1826-cı yılda Oruslarla bir də soğuğa girdi.
ol soğusta Azerbaycan əvliyyəti Oruslarga jenildi. Jenilgenden keyin Oruslar Azerbaycan'ın yekə bölününün tım resmi türde Türkmenşay degen halkaralık kelişimle ayaktaldı. Bir okiganı aytqım keledi Oğuz Mırza. Menin ata babalarım köşbeli Türkman bolğan. Bizde Azerbaycanda onlarga bir vaxtda tərəkəmə deb aytılırdı. Menin ata babam onun Jaylav yeri Ontüstük Azerbaycanda, Kıstav yeri Soltüstük Azerbaycanda. Azerbaycan bölünген yıllarda menin ata babam Soltüstük Azerbaycanda Kıstav aylarında bolğan. O soltüstüge Kaytum dep Araz özenin keşetin kezde Oruslar onun yolunu kesip sen Ontüstüge ket almaysın. Ol jer başka ülke sen bu Soltüstük Azerbaycan'da oturmal ve ömür süresi. Енді бұл қазақ бауырларымыз да осындай жағдайды бастан өткізді ғой. Енді сол қуғын сүргін кезінде, ашаршылық кезінде, сол қырғындар жасалып жатқан кезде кейбіреу Қытайға қашып кетті, кейбіреу Ауғанға қашып кетті, жан-жаққа шашырап кетті ғой. Оларға тек қана жылап отырмай, бауырлар, тарихты жақсы білу керек та. Қайғы, қасірет кейде ұлтқа бірлік әкеледі. Бүгінгі ұрпаққа кейде тұтастық әкеледі да, күш береді, жігер береді. Қайталанбас үшін, осындай қайғы, қасірет қайталанбас үшін біз сол үшін енді тарихты біз жақсы білуіміз керек. Ертең айттым ғой, мен сіздердің өтіндім. Құрбандарына арнайы бір аят болса да бір Құран бағыштап кетіңіздер ертең деп. Орындайсыздар деп ойлаймын. Бұл қандастарымызға, аталарымызға Құран бағыштаған кезде тарихты жақсы үйреніп алам деп өздеріңізге сөз беріңіздер. Менің ағаларыңыз ретінде, інілеріңіз ретінде менің сіздерден өтінерім. Жавид Мырза, Азербайжан енді бұл түркі қаны болғаннан кейін құлдыққа шыдамайды ғой. Құлдыққа төзбейді. Сол отаршылық кездерінде Азербайжанда азаттық үшін қандай қозғалыстар болды? Азербайжан халқы енді қарап отырмаған шығар деп ойлаймын. Енді бұл отаршылдыққа, фашизмге, шовинизмге қарап отырмаған деп ойлаймын. Азербайжанда азаттық үшін қандай күрестер болды? Бұл туралы бізге кішкене бір мәлімет беріп өте аласыз ба? Bükül Çar İmperyası devrinde bükül Türkiye dünyasında süretin bir hareket var idi. İttihatçılar, cədidçilər. Ol hareketin adamları Azerbaycan'da da var idi. Bu adamlar, bu ziyalılar, Azerbaycan'daki ziyalılar 1918 yılında Azerbaycan'da 28 Mamır'da azad bir el, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti degen bir el, respublika. Еске түсіргеніңізге рахмет. Бір-екі күн бұрын, бұл жұма күні болу керек, Азербайжан Республикасының құрылғанына 102 жыл толды. Өте дұрыс. Онда құттықтаймын. Енді түркі баласы ретінде азербайжандық бауырларымды осы мерекелермен құттықтаймын. Әрине енді ортасында енді жау шауып енді бір тұтқындық кезеңі болғанмен Азербайжан Республикасының бұл заманауи түрде мемлекет қалпында құрылған Азербайжан Республикасының 2 күн бұрын құрылуына 102 жыл толды. Айта беріңіз.
Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurulu öte qıyın yollardan keçdi. Onun qurulu 10 ay bir məsələ olmadı. O çağdayda Azərbaycanda Çar əvləti öz dünya tarixindən şığatın kezdər idi. Azərbaycan qalası Baku Ermənilar, yəni Bolşeviklər yağından basıb alınğan idi. Bu çağdayda Azərbaycanlıq ata-babalarımız Məmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli xan Xoyski, Əlmərdan bəy Topçubaşov, Xəlil bəy Xasməmmədov başqaları Azərbaycanda ultlıq, dünya mədəniyyətinə baylanışdı, dünya xalqlarına hörmət edən bir forma bolğan Cumhuriyyət Respublika türündə bir dövlət qurdular. Bu dövləti quru üçün memleket kurdu. Memleketi quru üçün bizə Nuru Paşa bastağan Qafqaz İslam Ordusu kömək verdi. Qafqaz İslam Ordusunun köməyi ilə Nuru Paşa Türkiye'nin generalıydı ya. Osman memleketinde paytayıq sol кезде. Ya. Osman memleketinin generalı Ənvər Paşanın tuğan bağuru, onun bastağan Qafqaz İslam Armiyası Baku qalasını Ermənilərdən, yəni Bolşeviklərdən qutqardı. Yəni Azərbaycan hökuməti Gəncə qalasından Bakuya köçdü. 2 yıl ötkəndən son Azərbaycan Xalq Məmləkəti, Azərbaycan Xalq Respublikası Bolşeviklər tarafından basıb alındı. Yəni bizim bütün ziyalılarımız, dövlət adamlarımız bəri ölkədən qovuldu, oqqa çizildi, sürgünə ayrıldı. 1920 yılları Azərbaycanda 100 mindən astam intelligensiya Bolşeviklər tarafından öldürüldü. Oy Құдай, ой Құдай. Бәрі жандары жәннатта болсын. Мен қайта айтамын бауырларым. Енді шаршамаңыздар, мен шаршамаймын айтудан. Осылар қайталанбауы керек. Осылар қайталанбауы үшін біз тірі болуымыз керек. Біз бір болуымыз керек. Біз сауатты болуымыз керек. Ең біріншісі. Мен қайта айттым ғой бауырым. Енді ұлтшыл болғың келе ме? Сауатты боласың. Сауатты болмасаң, ұлтшыл бола алмайсың. Dindar болғың келе ме? Сауатты болуың керек. Қандай идеологияны ұстансаң да сауатты болуың керек, айналайын. Біз енді елін жақсы көретін патриоттар ретінде біз сауатты болып, осыларды біліп жүруіміз керек. Осыларды біліп жүрмесек, бұл қайталана береді. Өйткені түркшеде бір сөз бар, енді қазақшада да бар шығар деп ойлаймын. Тарих әрқашанда қайталанады деген сөз бар да. Ол қашан қайталанады? Егер біз сабақ ала алмасақ қана қайталанады, бауырлар. Сол үшін әсіресе ол ертеңгі 31 мамыр күн еске алып, ояу болуымыз керек те, оянуымыз керек. Бірінші сауатты болып, білімді болып, бұларды білуіміз керек. Жай ғана біз алаш ұранын көтеріп ұлтшыл бола алмаймыз, бұларды білуіміз керек. Өте енді бір жағынан енді қайғырып отырмын. Қазір сезімімді сіздерге енді жеткізіп бере алмаймын. Осы Жауит бауырымның айтқандарынан кейін бір түрлі болып өзімді сезініп отырмын. Жаңа ғана мен сұрауды ұмытып кеттім бауырым. Бұл Армения деген мемлекет қалай пайда болды сол өңірде? Өте қызықты, мысалы үшін бауырлар, мен Азербайжанда әрқашанда түркі дүниесінің бұлай мойны сияқты көрдім, мойны ұқсайды да қатты. Өйткені батыс түркі дүниесімен, енді ол Түркия, Азербайжан, Балқандар ішіне кіреді. Шығыс түркі дүниесін, сол Қазақстан, Түркістан географиясы жалпы. Оны тұтастыратын, оны біріктіретін бұлай мойын сияқты да Азербайжан. Сол Каспийдің сол астыңғы жағында. Бұғас сияқты да. Сол үшін бір адамды қалай өлтіресіз, е? Ең оны өлтірудің жолы, оның мойнын кесіп алу емес па?
иә. Azerbaycan түркі дүниесінің бұл мойны сияқты болғаннан кейін оны кесіп алып түркілердің байданысын үзіп, оларды енді өмірден айырғысы келген жау. Әсіресе сол Azerbaycan географиясында үлкен ойындар ойнады. Бүгінде қарасаңыздар, мысалы үшін Түркияның Azerbaycanмен тек қана Нахчыван автономиялық республикасымен ғана кішкентай бір шекарасы бар. Бірақ Нахчыванның Azerbaycanмен шекарасы жоқ. Өйткені ортаға былай бір қол сияқты, негізі пышақ сияқты да, пышақ. Бұл мойынды кесетін пышақ сияқты Армения кіріп алыпты. Бұл Армения қалай пайда болды, бауырым? Қысқаша бір айтып өтсеңіз. Armeniyanın Azərbaycan toprağında qalay payda bolğu budan burun aytqanımday Türkmenşay degen xalqaralıq antlaşmada Kelisinde. ol 15 müldeden Baptan Turat ibaret, neydi? Baptan ibaret bolğan bir antlaşmaydı. Ol antlaşmanın 10-cu babında soltüstük İrandan, soltüstük Azərbaycandan, soltüstük Azərbaycandan İranlıqların köşüğünü göstərildi. Ol babda İranlıqlar degende aşktamaydı. Bunlar Farslar mı? Bunlar Azərbaycanlıq Türkler mi? Ol babda 8 Erməniləri, köpdegen Erməniləri Azərbaycan toprağına əsir ise Yerevan xanlığı, Zəngəzur, Dərəliyəz, Göyçə degen bizden ata baba eski Azərbaycan topraklarına köşürdü. Ol topraklar bu günkü Ermeniya memleketin fayda boluna kömek verdi. Oy Allah. Gördünüz mü? Bari qanday ayla, qanday oyunlar ya. Ol Azərbaycan toprağında Erməyan ölkəsi, Erməyan memleketi yaratılda Reseydin Çar hökumətinin, Çar imperiyasının maksadı neydi? Azərbaycan xalqını kiçkene bir Jaumen basın aylandırıp Azərbaycan xalqın Türkiye'min baylanısın kesu, yani Azərbaycan xalqın güçsüz bir jağdayğa keltirdi. Yine bavrum oylasanız, Jaumen aytıp ötkendey, Azerbaycan men Türkiye'nin baylanısının üzülüğü degen söz, Batыс Türkü dünyası men Шығыс Türkü dünyasının baylanısının üzülüğü degen söz da. Солай емес па? Енді сол бас болса, біреу бас, біреу кеуде болса, сол Армения, сол пышақ, мынаны кесетін пышақ, өйткені мына мойын Azerbaycan. География жағынан да картаны ашып қарасаңыздар, Azerbaycan әр уақытта геосаяси жақтан түркі әлемінің ең қымбатты жерлерінің бірі болды. Сол үшін де осындай құнарлы, осындай қымбатты геостратегиялық жақтан осындай маңызы зор елді ешқашанда тыныш қалдырған емес. Бүгінде солай деп ойлаймын, бүгінде жалғасып жатыр сондай бірдей айлалар. Ой Құдай, енді өмірден өткен ата бабаларымыздың енді бүгін елжіреп отырмын, жүрегім қиналып отырмын кішкене. Оларды еске алып, олардың енді жандары жәннатта болсын, онсыз да олардың жандары жұмақта. Біз бір сұрақ бар, біз оларға лайықты, олардың жолын қуатын, олардың арманын жалғастыратын балалар бола аламыз ба? Біз оларға лайықты ұрпақ бола аламыз ба? Сол көкейді тұрған ең маңызды сұрақ және біздің мойнымыздағы ең үлкен жауапкершілік осы. Ал енді бауырым, эфиріміздің соңына жақындап келе жатырмыз. Мен сізді жалпы танимын, енді көптен бері танып, сыйлап, сізді жақсы көріп, өз бауырымдай жақсы көріп келе жатқан ағаңызбын ғой.
сіздің болашақтағы түркі дүниесіне деген, түркі бірлігіне деген ойларыңызды мен білгім келеді. Мен білем ғой, сол қазақ бауырларым да білсе екен деп, сіздің аузыңыздан естігім келеді. Бір жас түркі баласы ретінде, түркі бірлігіне баратын жолда бізге қандай кеңестер бересіз? Өз құрдастарыңызға, жастарға, тіпті ағаларыңызға да болады. Әпкелеріміз де тыңдап отыр. Бәріне сіздің сөзіңізді мен жеткізгім келеді. Айта беріңіз. En aldымен öz tariximizde жақсы tarafından da, жаман tarafından da жақсы bilmemiz gerek. Біздің tarixte öte kuvvetli, öte medeniyeti bay, öte жақсы күндерimiz boldu. Бірақ жаман күндерimiz de az emes. Жаман күндерімізден біздің sabak almamız gerek. Biz şekaramıza karağımız gerek. Bizim topraklarımız nege ketti? Bizim ata babalarımız nege kurgun sürgünde öldürüldü? Nege açtık ben? Ne için? Biz köşbeli halk edik. Bizi ne için oturmal halk zor men? Kuş ben. Ne için bizi oturmal halk ettiler? Bulardan bu nege sualım berumuz gerek. Nege sualı surağı bizdi шындыққа апарады. Бізге Мен бір екі секундқа сіздің сөзіңізді бөліп кетемін. Енді мен айттым ғой, сауатты болуымыз керек. Қазақ қандастарым, Алашорда тарихын, Алашордалықтардың тарихын оқысаңыздар, Алашорда орыстың отырықшыландыру саясатына мүлдем қарсы болды. Мүлдем қарсы болды. Қазақ көшпелі болу керек еді. Өйткені жерді сақтап қалудың бір амалы көшпелі болып қалу еді да сол кезде. Енді жау айтқанда жақсы айтады ғой, қалалар салып береміз, қалаларда тұрасыңдар, қандай әдемі болады, таза болады деп алдайды ғой. Бірақ Алашорда тарихын жақсы оқыңыздар, жігіттер, қыздар. Қойгелдин ағамыздың, Сұлтанхан ағамыздың шығармаларын, мақалаларын жақсы оқыңыздар. Алашорда қайраткерлері бірден түсінбейсің да, бұлар неге көшпелі өмірді қолдады деп ойлайсың да, қарсы шықты. Көрдіңіз ба? Әзербайжан дәл осындай болды. Бүкіл түркі дүниесінде біздің түркінің түпкі өмір сүру тәсілі сол көшпелілік қой, көшпенділік. Енді кейбір адамдар кейде айтады да, бұл өте былай дамымаған елдердің несі дейді да, бұл сыған сияқты көшіп жүреміз бе деп ойлайды да. Ондай емес екенін түсіну үшін Алашорда қайраткерлері неге отырықшылануға қарсы болғанын сол ағаларымыздың кітаптарынан, мақалаларынан жақсы оқып алыңыздар. Мен өтінемін, жастар, өтінемін сіздерден. Кешіріңіз, мен бүгін көп бөлдім сөзіңізді, сіз жалғастыра беріңіз. Қатысы жоқ, Ауыз аға. Біздің жарық болашаққа жетуіміз үшін en birinciden neге surağın berumuz gerek. Nege biz güçlü emezbiz. Nege biz bizden ülkeler, bizden memleketler bir emez. Nege biz ekonomikalık jağdan bizim derecemiz joğarı emez. Olsuz sorakları berumuz gerek. Odan keyin bizden siz aytkanday savatlı bolumuz gerek. Öz tariximizde, öz medeniyetimizde жақсы көрüğümüz gerek. Bu bizden bu dünyada, bu dünya yüzünde güçlü bolumuza, bu dünya yüzünde selamet kalığımıza fayda boladı, kömek veredi. Өте дұрыс, өте дұрыс. Енді мен қазақ бауырларымның бір сөзді қайталай беріп басын ауыртамын ғой, сол сауатты болайық деп. Мен сол жауларыма да соны айтамын. Маған қарсы күрескің келе ме? Сауатты бол. Өтірік айтқанда да енді сауатты өтірік айт, мысалы үшін, иә, мысалы үшін. Өйткені сен мені жеңе алмайсың, мүмкін сен тырысқан жақсы шығар. Неге жеңе алмайсың? Өйткені мен сауаттымын. Мен жауларыма да соны айтар едім, сауатты болыңыздар. Енді әсіресе әрине енді достарыма, бауырларыма
айтудан да шаршамаймын. Сауатты болайық ағайын. Сауатты болсақ қана біз ұлтшыл бола аламыз. Сауатты болсақ қана біздің мемлекетімізге пайдамыз тиеді. Ешқандай біздің осы эфирлерді жасап отқанда да ешқандай бір саяси мақсатымыз жоқ. Мен өткен Алейна ханымның эфирінде де айтып өткендей, мүмкін осындай бауырларымызды көріп, Қазақстанда тұрса да қазақша сөйлемейтін қандастарымыз кішкене шабыттанады. Мүмкін бір азербайжандық көрдім, азербайжандықтың өзі қазақша сөйлеуге тырысты қой сол эфирде деп. Бір түркиялық жасты көріп, бір кісіні көріп, мүмкін оларды ойланатын шығар. Қазақ тілі деген бұл біздің түркінің тамыры, жарқын болашағы екенін мен 1000 рет айтсам да, миллион рет айтсам да шаршамаймын. Біз қайтадан бір ұлт болып, бауырластар болып қалыптасуымыздың, жарқын болашаққа бірге қадам басуымыздың бірде-бір жолы, біз бір-бірімізді сауатты түрде бір-бірімізді үйренуіміз керек бірінші. Және Жауит бауырым айтқандай, неге деген сұрақты, неге бұлай болды деген сұрақты жиі өзімізге қоюымыз керек. Және ол сұрақтарға жауапты тапқан кезде біз бүгін шешілмейтіндей көрініп тұрған көптеген мәселені оп-оңай шешіп кетеміз. Құдай қаласа. Мен сізге ризамын. Жауит бауырым, менің эфиріме келіп, мені қуантып отырсыз. Келесі апталарда да осындай эфирлеріміз жалғаса береді. Әсіресе қазақ тілінде сөйлей алатын басқа түркі мемлекеттерінен бауырларымызды, қарындастарымызды, ағаларымызды эфирге шақыра береміз. Өздеріңіз білетіндей, осы эфирлер YouTube арнамызда да жарияланады. Бір күннен кейін мен оны монтаждаймын. YouTube арнамызға да жазылуды ұмытып кетпеңіздер, міндетті түрде қолдау көрсетіңіздер. Егер осындай шара тұрған еліне, жалпы Қазақстанға пайдалы деп ойласаңыздар, қолдау көрсете аласыздар деп ойлаймыз. Біз тек қана сіздердің қолдауларыңызды, тек қана бір ақ тілектеріңізді, үлкендеріміздің баталарын ғана күтіп отырмыз. Ал соңғы сөздеріңізді айтыңыз бауырым. Соңғы сөз мен Улукбек Әстәулеттің біз түркілерміз өлеңі бар. Соны айтқым келеді. Біз түркілерміз. Улукбек ағамыз, енді ескертіп өтейін білмейтіндерге, бүгінгі күнде қателеспесем Қазақстан Республикасы Жазушылар одағының төрағасы. Біз түркілерміз. Көк аспандай жарқылдап күркірірміз. Көк аспанның бұлтындай сілкінірміз. Көк бөрден туғанымыз рас болса, көк тәңірден қуат алып ертілірміз. Кеудемізде бірлеген асқақ арман, тарихimiz дастан болып таста қалған. Sevgimiz tilinген кездерде де, жан жүректе жерім жоқ, жасқа малған. Жұтып қойған ғасырлардың өткен мүнін, айға қарап ұлған көк бөрімін. Atqa minsem, ketebin arvaqtanıb, kılıç körsem, ketebin gayrattanıb. Ғасырлардың betine qarqılıb şıqqan, bizдің xalıq, bu da bir qaymaq xalıq. Namusınday, eşkimge tattatmağan, Türkistanın kubbesi asqaqdağan, babalarım jatırboy bata verib, arvaqtar amanatın aqtaqbağan. Kök tənirdən könülge nur dilerimiz, kök aspanday əl edib kürkürürmiz. Kök börlü, kök bayrak gökte çıksa, gay düşmanın aldında erkilirmiz. Biz Türklerimiz, biz Türklerimiz, biz Türklerimiz. Мәуде, бауырым, бәрекелді, Allah razı olsun. Kök börlü, kök bayrak kökке çıksa, kay düşmanın aldında erkilerimiz. Öte keremet. Ağamыздың да, сол ақын ағамыздың да өмірі ұзақ болсын. Қатысқандарыңызға, тыңдағандарыңызға, қолдағандарыңызға көп рахмет. Қайтадан айтып өтейін, ертең 31 мамыр күні ұлт намысы үшін жаннан кешкен, өмірден өткен ата-бабаларымызға бір аят болса да бір Құран бағыштап кетейік. Және оларға лайықты ұрпақ
қалай бола аламыз бұл туралы ойланайық, ағайын. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Тұран елі бір болсын. Қазақ елі мәңгі жасасын.